Добрый день, я представлюсь. Начальник департамента департамента полиции Западно-Казахстанской области, генерал-майор полиции Аблазим Максутхан Нурманович, про которого вы везде трубите. Так, я вас внимательно слушаю, готов ответить на все вас интересующие вопросы. Қазақша айтасыз ба? Мемлекеттік тілде. Мына жерде мына кісілер болғаннан кейін мен айтайын. Сәлемдестім қазақша. Қазақша сізге айтайын. Мен мына Батыс Қазақстан облысының департамент полициясының бастығы полиция генерал-майоры Аблазимов Максутхан Нурманұлы. Егер қажет болса, биографиямды айтып беруіме болады. Сіздің аты жөніңіз? Данияр Нижигалиев Ертешұлы. Данияр Ертешұлы. Сіздің сұрағыңыз бар ғой деймін? Иә. Айта беріңіз. Мен сұрағым бар. Мен мұнда келген себебім сізбен кездесуге. Нақты айтқанда, біздің Батыс Қазақстан облысының тәртіп сақшыларының заңсыздық әрекеті, бассыздығы, етесіз кетуі. Аса уақытта сақтайтын сау бар. Енді халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін ішкі қауіпсіздікті, тәртіпсіздікті, адамдардың құқығын қорғайтын тәртіп сақшыларының өздері заңды белшесінен басып, заңсыз әрекетке барып отыр. Не себеп оған баруға? Олар заңмен жүру керек. Бір, екіншіден олар халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек. Яғни Қазақстан Республикасының қауіпсіздігі, яғни әрбір адамнан, яғни ұлттық қауіпсіздік комитеттен кейінгі жауап беретін орган, яғни сіздерсіздер қауіпсіздікке. Яғни ішкі тәртіпті қамтамасыз ететін, адамдардың құқығын қорғайтын. Алайда қазір сіздердің өздеріңіз екі аяқта, сөзім ауыр болмасын, екі аяқта қасқырға айналып батсыздар, ашығын айтқанда. Не сөзге түсінбейсіздер, не заңды білмейсіздер. Қазір мен таңғалып отырмын, сіздердің звонияны қалай алдыңыздар деген сұрақ туындап отыр да, мен өзімде жеке басында. Мен сіздерді білмеймін мәселен. Не телевизордан көрген жоқпын, не бір ерліктеріңізді естіген жоқпын, осы жерде отырған барлықтарыңыз. Полковник бол, майор бол, генерал бол, ашығын айтқанда. Мен білмеймін, сіздер қалай ерлік алғандарды. Ал мен звонияларыңызды қарап тұрып, оны бар ғой, халықты бір қанап, қан ішіп, сондай бір неме алған сияқтыларды ойлап отырмын да мен, ашығын айтқанда. Сөзім ауыр болмасын, шындығы сол. Мен өз ойымды айтып отырмын. Шындығы, мен соған таңғалып отырмын да. Ал сіздер жоғары шендесіздер. Халықтың, яғни басшылық қызметтесіздер. Қазақта әдемі сөз бар. Итіне қарап, иісін біл дейді. Итіне қарап, иісін біл дейді. Иті қандай, иісі де сондай дейді. Яғни қазақта аталы сөз бар. Ал мен қазір тәртіп сақшыларының істеп отқан әрекетіне қарап отырып, сіздердің қалай жұмыс істеп жатқандарыңды мен уже біліп отырмын да, нәтижесінде ашығын айтқанда. Яғни сіздер немқұрайлы қарап отырсыздар. Мен бүгін таңғы сағат 5-те осы Орал қаласындағы Жачиганск кенті, Шаған кенті, 20-шы полиция бөлімшесі бар, Досатидағы. Мен сонда бардым. Барған себебім, менің ағамды белгісіз біреулер соққыға жығып кетті. Белгісіз біреулер. Қашан болған бұл? Осы кеше 14 күні таңғы сағат 5-те. Сол іспен барған болатын. Яғни қасына мен дейтін не істеу керектігін, қалай арыз жазу керектігін, яғни ішкі істер органының қандай не болатынын көмек. Мәселен, сот медициналық сараптама, жарақат деңгейін анықтау, травмпунктқа апару, жаңағыдай арыз шағымды қанағаттандыру деген сияқты. Мен өзінің нелерін айту үшін бардым бірге. Яғни ол ағам ауылдан келген адам, заңды дұрыс білмейді. Шыннан жоқ, нақтырақ айтқанда. Қабылдамаған себебі, оны танисыңдар, бір-бірінде, бірге тұрғансыңдар, бірге оққансыңдар, жаңағыдай. Бізде сервер істен шығып, может күн салқын болып, көше күн жылы болды, күн салқын болып, сонда бір жағдай істемей қалмаса, бар ішінде. Патрульдің нөмірін, машинаның нөмірін білесіз бе? Машинаның нөмірін білмеймін, қараған жоқпын. Хорошо. Сол Досатиға барған кезінде бала атып боқтап тұрды, ондағы қызметкерлердің өздері. Мен өзім боқтауға хақым жоқ. Соған мен түсінбедім. Сосын мен қарсылық таныттым ай жерде. Не сөйтіп сендер маған қылмыстық іс іліп отырсыңдар, не үшін штраф салып отырсыңдар? Мен қандай кінәм бар? Мен ағам үшін келіп отырмын мұнда. Ағам шаруасымен. Сендер маған неге артылып отырсыңдар? Сонда әңгіме айтты, мен қарсылап сыртқа шығып кеттім. Сыртқа шығып кеткен кезде қолымды қайырып, боқтап, балағаттап, ішке сүйреп кіргізді мені. Қазір оны иығымды қайырғаннан. Қазір неге бардым, барлығы бар. Құжаттың. Жіберіп көлік жүру полиция қызметкерлері. Қазір заңдылық айналып жатыр.